Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында шұжықты, яғни колбасаны қалай жасауға болатынын көрсетемін. Дәмі деген өте ерекше, нағыз табиғи өнім. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Бізге қажетті тұз, нитритная соль, яғни тұз, және салями колбасасына арналған дәмдеуіш. Және менде мұнда сиыр еті мен тауық еті аралас. Осы жаңағы мен айтқан 3 дәмдеуішті етімізге салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де етіңіз өте салқын, мұздатылған болу керек. Ол ең басты талаптың бірі. Мен сияқты сіздерде термометр болса, еттеріңіздің температурасын өлшеп алыңыздар. Плюс 11 градустан аспау қажет. Мінеке менікі 10 градус болып тұр. Енді осы етімізді салафанға салып, 12 сағатқа тоңазытқышқа қоясыздар. Бұл 12 сағатта ет маринадталады, және де жаңағы нитритная соль еттің құрамындағы барлық бактерияларын бәрін өлтіреді. Он 12 сағат өткеннен кейін колбасаға арналған арнайы қалташа бар. Сол қалташамызды алып, етімізді ет өткізгіш арқылы өткізіп, арнайы насадкамен қойып, колбасаға арналған осы арнайы қалташамызға саламыз. Мұнда мұқият болыңыздар. Етті арнайы қалташаға салған кезде ішіне ауа өтіп кетпеу қажет. Ауа өтіп кеткен жағдай болса, ол жерде сіздің етіңіздің сөлі жиналады. Мінеке осылай тығыздап, етіңізді өткізіп аласыз. Қалташаға арнайы осылай салып аласыз. Және ауаны кетіру үшін, мұны осылай мен сияқты жасап алыңыздар. Және де колбасаны байлайтын арнайы жіп бар. Ол жіпті шпагат деп атайды. Осы жіп арқылы екі жағын осылай байлап аласыздар. Енді осы колбасамызды пешке 2 сағатқа 100 градус, 110 градуста 2 сағатта пештің ішінде решеткаға салып аламыз. Мінеке менде колбасамыз дайын болды. Түсін қараңыздар, ашық, анық қызыл түсті болып шығады. Дәмі деген өте ерекше, нағыз үйдің өнімі, табиғи өнім. Өзіңіз де, балаларыңызға да еш қорықпай жей бересіздер. Сіздер де осындай колбасаны, шұжықты дайындап көріңіздер. Егерде қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Менің каналыма жазылуды тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кездескенше сау саламатта болайық.